Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін біз математика сабағынан разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмінің 4-ші тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласын. Бірінші тапсырма: өрнекпен оның мәнін сәйкестендіріп, Қазақстан суретшілерінің аты жөнін анықта дейді. Ендеше қараймыз. 930 бөлу 30 көбейту 4. Бірінші әрине бөлу орындалады. Ал кәнеки 93-ті 3-ке бөлейік. 31. 31-ді 4-ке көбейтейік. 124. Ал енді 124 ол Әубәкір Исмаилов. Міне мына тұрған 124 санымен жасырылған суретте Әубәкір Исмаилов суретші атамыздың бейнесі. Тура осылай келесі суретшілердің суреттерін және аттарын сәйкестендіріп, оларды жақсылап тануға мүмкіндігім бар. Екінші тапсырма: кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығар. Бізге ұзындығы, ені және ауданы берілген. Ауданын табу үшін біз не істейміз? Ұзындығы мен енін көбейтеміз, яғни міне мына тұста. Ал егер ұзындығы белгісіз болғанда не істейміз? Ол үшін біз ауданды еніне бөле саламыз. Керісінше, егер ені белгісіз болғанда ауданды ұзындығына бөлеміз. Міне осы 3 формуланы қолдану арқылы сен осы кестені толығымен толтырасың. Үшінші тапсырма: есепті шығар. Балалардың музейге кіру билеті 45 теңге. Ал ересектердің билеті одан 25 теңгеге қымбат. 2 ересек және 2 баладан тұратын отбасы музейге кіру үшін қанша теңге төлеуі қажет дейді. Ендеше қараймыз. Балалар билеті және ересек билеті. Балалар және ересек. Балалар билеті 45 теңге. Ал енді ересек билеті белгісіз, бірақ 25 теңге қымбат. Ал енді бізге не істеу керек? 2 балалар және 2 ересек билетін табу керек. Сол кезде қанша теңге төледі дейді. Ал енді бірінші біз ересектің билеті қанша екенін тауып аламыз. Қымбат болған кезде әрине қосамыз, иә? Сонда 70 теңге болады екен. Ал енді барлығын табу үшін біз 2 баланың билетін және де ересектің 2 билетін көбейтіп алып, оны қосамыз. Міне осындай құрама есеп. Енді нұсқасы. Анасы, міне бір адам, әкесі және балалары көрмеге келді. Олар кіру билеттерін 290 теңге төледі. Ересектердің билеті 85 теңге, балалардың билеті 40 теңге тұрады. Сонда көрмеге неше бала? Яғни бала саны бізде белгісіз болып тұр. Ал енді не істейміз? Жалпы 290 теңгеден біз 2 ересектің төленген ақшасын алып тастайық, иә? 85 теңгеден 2 ересек. Неге 2 ересек? Себебі әкесі де бар, анасы да бар. Тамаша. 85-ті 2-ге көбейтсек 170. Ал енді 290-нан 170-ті азайтса 120. Сонда балаларға 120 теңге төленді. Ал енді осы 120 теңгені біз 40 теңгеге бөлгенде шығатын сан қанша бала барғаны белгілі болады. Төртінші, есепті шығар. Оқушылар бірінші күні 3 қатардың әрқайсына 16 көшеттен, екінші күні тағы 9 көшет отырғызды. Жазамыз. Бірінші күні 3 қатардың әрқайсына 16, екінші күні тағы 9. Барлығын табу керек. Барлығын табу үшін әрине қосу амалын қолданасын. Нұсқасы. Машине 120 км жол жүрді.
Бұл барлық жүретін жолдың 3/1 құрайды. Барлық жүріп жеткен жолдың ұзындығын тап дейді. Енді сызбасын сызып көрсетейін. Міне 120 километр жол жүрді. Мына бұл дейді. Мына жүргені барлық жолдың тек 3/1 ғана құрайды екен. Ал енді саған барлығын табу керек. Ол үшін не істейсің? 120-ны 3-ке көбейтіп 1-ге бөлесің. Яғни, мысалы, 3/1 деген кезде осылай шығарамыз. 5-ші санды тап. Досыңнан бір санды ойлауын өтін. Яғни, ол мысалы X, Y немесе A ол белгісіз. Бұдан кейін ойлаған саныңды 2-ге көбейту керек. Нәтижесінде 8-ді қос. Алынған нәтижені 2-ге бөл. Және мына ойлаған саныңды азайт. Сонда 4 шықты ма? Кәнекей, осы фокустың құпиясы неде? Соны ашып көр. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.